Армағайын эфирде сара сөз. Бүгінгі қонағымыз әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, халықаралық байқаулардың лауреаты, дарын сыйлығының иегері Бақтияр Тайлақбаев. Қош келдіңіз Ертіс-Баян өңіріне. Сіздің есіміңіз аталған кезде ең бірінші ойға ағаларым деген ән түседі. Аман бол ағаларым деген әніңіз кезінде бүкіл қазақ даласын шарлап, елдің ең сүйікті әніне айналған болатын. Бұл әнді бір қызығы сізге дейін бірнеше орындаушы орындаған екен. Ал әннің бағын ашқан өзіңіз болдыңыз, сіздің төлқұжатыңыз деп айтуға да болады бұл әнді. Бұл ән сізге қалай келіп еді? Ән сізді қалай тапты, әлде сіз әнді таптыңыз ба? Негізі бұл ән мені тапты деп айтуға болады. Өйткені бұл әнді менің алдымда да біраз кісілер орындады. Енді түгіл бәрін менде енді есімде жоқ. Слушаш Нұрмағамбетова қазақ концертта апамыз, содан кейін Болат Құсайынов арқасында орындады. По-моему, Ақжол ағамызда да Мейірбеков орындады. Бірақ білмеймін енді бұл ән мен орындамда халыққа таралып кетті, көңіл шықты да. Өзі енді негізі солай болады. Кейбір ән әншіні ашады, кейбір әншілер әнін ашады. Өмірде солай өзі, өмірдің енді өнердің бір шындығы деп, тағдыр деп, әннің тағдыр деп айтуға болады. Енді жалпы биыл осы 3 наурыз айында мен енді кәсіби өнер жолында 40 жыл болады. 83 жылы әлі есімде 3 наурызда Гүлдер ансамблі келген. Сол 82-де күзде республикалық байқауға келіп 130 әнші қатысты. Ол кезде комсомолдың несі ғой, ұйымдастырылды. Юность единственная сильна деп Қазақстан ЛКСМ-нің телевизиялық байқау болды. Осы Қазақстан үшін бүкіл облыстардан келді, 130 әнші қатысты. Сол 130 әншінің ішінде мен гран-при алдым да. Сол кезде Қазылар алқасында Мұрат ағамыз болды, Құсайынов, Роза болды. Ол да жас қой, негізі менен 2 жас үлкен ғана. Одан кейін кім біраз кісілер болды, Ескендір ағамыз болды. Есімде соның тағы танымал кісілер, Бибігүл апамыз да болды, Қазылар алқасында. Одан кейін бізде Алматыда Чайковский атындағы қазір колледж дейді, ол кезде музыкалық училище. Сол кезде секретарь комитетке Есетжан Қасобаев дейтін ағамыз болған. Ол да өзі жас жігіт, сол кезде бір кездерде мәдениет министрі болды ол кісі. Сол кісі мен жалпы айтқанда тарихында өз орны бар деп айтуға болады. Сол мен екеуміз телевидение шығып әңгімелесіп, ол айтты да, сен даусың керемет, өте талант екенсің, саған өсу керек. Мен айтып жатырмын, білмеймін, енді құрылыс, сол кезде 81-де құрылыс институтын бітірген. Өзі мамандығым инженер строитель. Содан кейін институттан қалып, мен институтта мұғалім болып қалдырды. Енді жалпы жаман оқыған жоқпын деп айтуға болады. Сонда қазір айтып береміз. Бір жағынан сол институттың ансамбльде жетекші болған. Енді жаман, айлығымда жаман болды. Сол кезде мұғалім, енді ассистент преподаватель дейді, ең кіші мұғалім болды, ең бастамасы. Содан правкомда тағы бір айлық алады, музыкалық жетекші, әйтеуір қалтамызда табыс жақсы болды деген сияқты. Ол кезде енді 200 мыңдай айлық алуға совет заманында ол жақсы айлық болды. Әсіресе жас адамға. Сөйтіп, бірақ енді жас адам әсіресе сахнаның исін білсе, сахнаның құдіретін көзі жетсе, ол кәдімгі адамды тартады. Как наркотик дейді ғой сияқты. Енді жаспыз ғой, өзіміз мінезіміз негізгі романтикпіз. Сол кезде енді ұйықтап жатқанда түсімізде сахнада тұрғанымды көремді. Кәдімгі жылтырап тұрған неше түрлі ренді сәулелер, осындай халықтың көңілі шығып, жұлдыз болып тұрған сияқты. Түсімде көретінбіз. Әрине бұндай енді бір бақ
келіп ол кезде гүлдерге келу жалпы айтқанда мүмкін емес. Ол тек қана мың адамнан бір адамдар ғана шақыратын. Иә, ол енді Роза Рымбаева шықты, Нағима, Мақпал, Сембек, Жұмағалиев, Қайрат Байсын, біраз. Сосын енді жалпы ұжым өте қатты үлкен болған жоқ, көп әншілер кәдімгі. Сол кезде енді директорды Қабдеге Түйқаев, мен енді алғашқы ұстазым ғой, продюсер деп айтуға болады. Өте сол кісілерді негізге тапқан сол кісі. Нағиманды, Розынды, ол көп адамдар оны білмейді. Мен білмеймін, неге сол кісіні еске аз алады да, соған мен айтып көңілім толық емес. Негізі сол Мақпалды да тапқан сол кісі. Гүлдерге сүйреп алып келген. Гүлдер, мен ылғи жаңа Гүлдердің ансамбль директор болдым ғой, біраз жылдар. Сол кезде енді мен айтатын сахнадан да, ел жұртқа да Гүлдер сол кезде кәдімгі біз қазақ өнерінің эстрадасының байқоңыры болды. Содан ұшады адам. Сен Гүлдерге шақырды ма, 95% сен уже атақта танымал әнші боласың. Ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді. Сіздің енді ұстаздарыңыз әлемге әйгілі тұлғалар деп айтуға болады. Жалпы Мәскеу өнер академиясын тамамдаған қазақ өнерпаздарының ішіндегі алғашқы түлексіз, Иосиф Кобзонның шәкірті екенсіз. Сіз кейінге дейін ол кісімен араласып тұрыпсыз, иә? Негізге әлгі дейін сол Ресей эстрада бөлімі академияны қазақтың ішінде жалғыз мен ғана болып тұр. Сізден кейін де ешкім бітірген жоқ. Ешкім әлі болған жоқ, естіген жоқпын айтып. Енді Кобзон жоқ қой, ол қазір қай дәрежеде ол факультет білмеймін енді. Бірақ сол кезде мен енді шын айту керек, ұстаздарға өте бақытты адаммын, баймын. Тарихымда кәдімгі кітап енді шамалы біраз қартайғанда өзім ойлаймын да 70-тен асқанда бір кітап жазатын шығарым деп. Содан кейін мен Ермек ағамызды Серкебаевты бір жылдай оқыдым. Подкурста, консерваторияда. Сол кісімді мен мектебін алғам. Мысалы, мен өзім енді жоғары дауыс әншім ғой, тенор. Вот мына төменгі дауысы, көп тенорлерде төменгі дауысы жоқ, аздау. Сол кісі маған қойып берді. Кәдімгі өзім үйретіп, бір жылдай. Содан кейін Каукен Кенжетаев мені шақырды. Неге, сен Бақтияр... Сіз Төлегеннің рөлін шақырыпты, иә? Иә, оны біледі. Сөйтіп Каукен ағамыз Музкомедияның завкафедр болды. Мына Жургеневте. Қазір академия ғой, ол кезде институт болды, музыкалық институт. Сол кезде бір жігіттер арқылы, мен ол кезде жатақханада тұрам, мәдениет министрлікті. Сол Бақтиярды шақырып беріңізші. Мені шақыртып, енді бойым бар, ол кезде арықтауым шамал. Енді шырылдаған даусым бар, сөйтіп айтты да, Каукен, сен Бақтияр бізге кел, оқы түс. Мен осы мына тарихта ең алғашқы Қыз жібек дейтін оперетта қояйын деп отыр. Не опера, а музыкальный оперетта. Ол бір формасы ғой. Опера, оперетта, сондай. Сол сен Төлеген партиясын орындайсың дейді. Ой, аға, қалай мен Гүлдерде жұмыс жасап атырмын. Жаңа неге үй алуға очередьке тұрылғам. Ол мен жұмысты тастамаймын дедім. Жоқ, жұмысында тастама. Роза сияқты ол да сөйтіп оқып жүрді кезінде. Сен де сөйтіп оқисың, гастрольге барасың. Сол арасында бос күнгі уақыттар болса, бір ай жаңа нелі сабаққа келесің. Оның үстінде сен жоғарғы білім бар. Ол кезде философия, политэкономия, соларға бармайсың. Өйткені ол дипломда бар ғой менде. Тек қана спец музыкалық нелерге сабақтарға барасың. Жақсы дедім. Сөйтіп оқыдым да бір жыл. Сол кезде музыкальный киоск дейтін, Элеонора Белянчик дейтін жүргізуші болған. Орталық телевидениеде Москвада. Сол жаңа бір хабарды көрдім да, Иосиф Кобзон, қасында Ирина Отев, Лев Лещенко айтып жатыр, бізде мына Гнесинде эстрада вокалдық факультет ашты. Ол кезде еш жерде болған жоқ. Соны естідім да, Иосиф Давыдович, осындай біз филармонияларды, кәсіби әншілерді, бірақ ол жерге қабылдайтын кәдімгі кәсіп музыка білімі бар, колледж, училище бітірген, сосын бір филармонияларда профессионалдық оқып жатқан әншілер соған арналған бұл факультет деген. Біз соған осындай қабылдаймыз. Қазір музыка
бір студентке де Ирина өтеді, бір курс қазір болып жатыр дейді. Сөйтіп мен бардым да, мен 3-ші потокке оқуға түстім. Мен алдында кімдер, Валентина Лекостопова, Алла Перфила, Алла Перфил, ол Валерия. Валерия қазір, сіздің курстасыңыз екен, иә? Жоқ, ол бір курс жоғары. Бірақ бір мұғалімді болды, Гелена Мацель Великанова. Сөйтіп сол оқуға келіп, енді ол жерде бір қызық қулықмен жасадым, бір қулықты жасадым. Айтуға болады. Біраз уақыт өтті ғой. Енді ана документті тапсыру үшін 3 турдан өтеді. Кәдімгі конкурс сияқты 3 турдан өтіңіз. Әр турға бір 2-3 ай дайындауың керексің. Содан 2-ші турға өтеді, тағы да ең соңғы отырады Юрий Саульский, Тихон Хренников, Елена Великана, Лещенко, Кобзон. Сосын сенен сұрақ сұрайды, қандай стильді көресің? Мысалы айтады, мына сурет кімді, Микеланджело ма или да Винчи, жалпы кругозорын қарайды да, сенің интеллектіге. Сөйтіп өттім да, сол кезде курске қабылдайтын 5-ақ адам. Документі тапсырған 300 адам. Бір орынға түсіндіңіз ба, қандай не талап болды. Содан бір қазақ өтті, бірақ бір құлық жасадым. Негізі ол жерде көбісі сочинениеде не алады ғой, құлап қалады. Мен негізі өзім орыс мектебін бітірген. Қызылорда қаласында 10 жыл. Мен шешем енді завуч болды қазақ мектебінде, география, биология дейді. Сол кезде сочинение тапсырып, диктант тапсырып, мені қазақ мектебін бітір деп телеграммаға салды. Қазақ мектебі сочинение құлайды ғой сочинение. Сосын жалғыз мен ғана бір еврей апам орыс тілінен бір класске апарды, диктант жасатты да. Сосын мен енді орыс тілінен диктантты негізгі менде мектепте біздің Людмила Петровна 1-4 классқа дейін классный руководитель болған орыс тілінен. Ол бізді жақсы кәдімгі басынан бізді қойдырған. Сауаттылықты қойдырған. Сосын мен әлге дейін орыс тілінен жақсым. Жазуды да, сөйлеуді, мен кейде мақтанам, Москваға барсам, любой орысты аузын жауып тастаймын, орыс тілінен. Ол рас еді. Өйткені мен өзім негізі таза мұғалімнен семьядан шықтым. Әкемде де проректор болды, Қызылорда педагогикалық институтта. Сіздің әкеңіз 15 тіл білген полиглот. Иә, 7 тілде судай. Қазақтың тарихында ең алғашқы қазақтардың ішінде ағылшын тілінен кандидатын алып қойған мен. Исмет Кеңесбаевтың шәкірті еді, иә? 62-ші жылы. Иә, Исмет Кеңесбаев. Ол бірақ филологияның несі академигі, ол ағылшын тілін білмейтін. Бірақ сол тіл ғылымының академия наука, оны бір өзі ұстаз болу керек, руководитель дейді ғой, жетекші. Сол әкем жетекші болған. Ол Исмет Кеңесбаев бала кезінде неге дачасын баратын, ол кездегі ең мықты дачалар, академиктерді. Академиктер сол кезде заманның олигархтары ғой. Сол дачына барып біз кішкентай доп беретін, ол кездегі апорттар әлі есінде, қазір жоқ болып кетті ғой, мынандай алынмақ. Сол кезде доп береді, мына балалары түнелді алмақ, сосын мынандай бір чемодан алдық та, Қызылордаға алып келдік. Сол чемодан алманы иісі 1 жылға дейін тұрды ғой. Сенесіз бе? Не деген алма таза. Алматыда қалғанда. Ананы жегенде кәдімгі бал жеген сияқты да. Әлі есімде дәм. Қазір ондай дәм жоқ. Әттегене. Біз басқа әңгімеге кетіп қалдық. Ностальгия. Жаңағы оқуға солай түсіп кеттіңіз. Иә, сөйтіп түсіп кеттім. Неше жыл осы жерде оқыдыңыз? 5 жыл оқисың. Көп мамандар, звукорежиссура жағынан дипломды да жазды. Солист-вокалист, вокалдың мұғалім және режиссер эстрадный. 3 кәсіптен. Сол дипломды бар. Жаңа айтып өттіңіз, енді сауатты жаздым, ұстаздарым мықты болды деп. Ол жаңа тек одан емес, тектен де бар дүние сияқты. Өйткені сіздің нағашы атаңыз Қарақалпақстанның ауыл шаруашылығы министрі болған. Қайдан білесіз бе? Сіз енді зерттедіңіз ғой. Информация бәрі бар екен ғой. Иә, рас. Мен нағашы атам. Әкеңіз жаңағыдай адам. Шешем Қоңыраттың қызы, өзім Қыпшақтың жігітім, таза орта жүздің жігіт. Орта жүзі білімге, неге жазуға айтады ғой. Иә, кіші жүзге найза, орта жүзі қалам, ұлы жүздерге және.
Сіздің өмірбаяныңыздағы тағы бір қызық кезең бұл Роза Бағланованың жанында 2 жыл жүрген екенсіз. Жанына аса эстрада әншілерін ерте қоймайтын Роза апамыз сізді 2 жыл бойы қасына алып гастрольдетіп, бірге жанында тіпті сырын айтқан кездер де болған екен. Енді Роза Бағланова біздің қазақ өнеріндегі құбылыс қой. Сол кісі жайлы естеліктермен бөліссеңіз. Ол 86 жылы мені шақырған, осы Төлеген Мұхамеджан ағамыз арқылы, осы баланы маған тапшы деп, ол маған звондады. Сені Роза апа іздеп жатыр. Мен қазақ концертке бардым. Сен менің ұжыма коллективіне келесің бе деп. Ой апа, сіз енді сені білдірсең келемін деп. Сол 3 жыл қасында мен жүрдім. Қасында білімін алдым. Өзімді сахнада қалай ұстау. Ол енді ол апамыздың ерекше енді ерке қызы болды ғой қазақтың. Соның енді бәрін көргенмін. Қызығымда да бір ерекше естеліктер бар шығар, бөлісе отырсаңыз. Енді ол кісінің жанында жүрген адам енді. Ол еркелейтін ол шын айтқанда кәдімгі. Ол кісіні күтіп алғанда кәдімгі 2 болғымен күтіп алады. Ол ақ болғы, маған қара болғы, 2 болғымен жүретінбіз. Мен Бақтөле дейді, еркелеп. Ол айтатын жаңа Бақтияр әнші, ол гүл сияқты. Ол халық, өкімет соған бір қарап жөнді көңіл бөліп жағдайын жаса, ол гүлдеге одан сайын ашылады. Өзін сұлулығын, өзін рахат иісін алып келеді дейді. Ол қарамаса соғып қалады. Олды да шын сол есімде әңгімесі. Содан кейін енді бір қызық бір не болыпты. Арқалыққа барғанда қара бұрышқа аллергия тамағы іспейді. Сосын бір совхоз директоры шақырды. Қасымызда ағамыз жүрді. Атын ұмытып қалдым өзі. Сондай қалжыңдас, өзі күліп жүретін ағамыз. Сондай өзі әдемі сүйкімді, сұлу жігіт ол кездегі. Сол ана совхоздың маған айтты да, айтқан ғой тауық етінен алдын ала сұраған, қандай тамақ? Ол тауық етінен пельмен жасаңыз деді апамыз. Соны тауық етімен пельмен жақсы көреді екен. Сөйтіп маған да дәмді кәдімгі. Мен жедім, енді дәмді болған. Сонда әдемі. Бақтияр бұрышы бар ма деді. Қарадым, жоқ бұрышы жоқ дедім. Енді өзіңіз білесіз, сол манты болса, пельмен болса, ол заң түрде қара бұрышсыз ол пельмен манты болмайды. Қалай болса да салу керек. Ол заң ғой. Сөйтіп ана не oldu, апам бір екеуін жетті, тамақ шамы ісі бастады. Бетім Бақтияр, маған бұрышы бар ғой, бүкіл ана райком секретары, райисполком, совхоз директорлері қарап, ана ағамыз қалжың. Ой апа, ол әдейі салған жоқ, ол тауық қорада жүріп, өзі бұрышты жеген жақсы көретсін кеткен. Бұрышты жақсы көретін тауық. Иә, бұрышты ерекше жейтін, бәлі күліп жүрді. Енді осындай күлкілі әңгімелер көп. Соңғы жылдары түрлі басшылық қызметте жүрсіз, гүлдерді басқардыңыз, республика сарайында басшылық қызмет атқардыңыз. Әдетте өнер адамдары мемлекеттік қызметте аса басқа қоймайды, аяқ баса қоймайды. Дегенмен де сіздің осы бағытта еңбек етіп жатқаныңызға біраз уақыт болды. Мемлекеттік қызметке баруыңызға не себеп? Сыр елден басталды. Ол 2006 жылы енді сондай бір әңгіме болды. Бір жағынан шақырды. Одан кейін кәдімгі конкурс болды. Сол орынға Қызылорда облыстық мәдениет басқармасын басқардым 3 жылдай. Енді содан басталып кетті. Одан кейін республика сарайында көркем жетекші болдым. Одан кейін мына Астанада Айман Қожабековна ұлттық академия мұғалімі ретінде, енді кафедра меңгерушісі ретінде шақырды. Сонда 1-2 жылдай. Одан кейін Құл-Мұхамед министріміз шақырып, гүлдер ансамбльге барасың ба деп шақырды. Енді министр осындай сенім білдірген, иә барам, гүлдер ансамбльге бардым. Сонда 4 жылдай директор болдым. Одан кейін енді шын айту керек, ол жақтан өзім кеттім, неге десеңіздер, қаражат бөлінбеді. Біз неге қазақ әуендері акционерлік қоғамға қарайтында, министрлікке қарайды. Олар кәдімгі самофинансирование деп жылына енді біраз 57 миллион керек айлыққа, коммуналық субсидия.
оны қаражатын 8-9 миллионға береді, қалған ақшаны мен өзім таптым. Мен как басшы ретінде өзі тауып жүрдім. Еліп, сосын енді шын айту мәңгі өтіп жасау қиын. Қазір негізгі халықты концертке шақыру, жаңа билетті сату өте қиындау болып кетті. Әсіресе көбісі мына қазіргі популярный дейді ғой енді, жастарды не қылады. Олар Инстаграм не арқылы шығады. Енді бірақ мына эстрада өнерді өзі несі шындығы солай. Мәңгі адам жаңа қызықта болмайды. Ол келеді, басқа жаңа келеді. Өйткені халық жаңа әншіні, жастау әншіні өзі соған қызығады ғой. Ол өзі сондай мода сияқты енді. Мәңгі тұрмайды бір адамның басында. Бір киімді, көйлекті кимейсің ғой, әрі ауыстыру керек. Сол сияқты ол халықты, адамның табиғатында бар шығар. Сөйтіп жаңа содан кейін мына Алматы әуендерге мені шақырды. Осы орынбасар ретінде шығармашылық жөнінде. Содан кейін 16 жылдан бастап осы жерде қызметтемін. Енді шақыру біраз болды, басқа облыстарға шақырып. Бірақ мен енді Алматыда үйленген, семьям, отбасым, сосын Алматыдан кеткен келмейді. Астанаға да шақырды. Негізгі Алматының мен өзім кәдімгі адалмын да, Алматыға деп айтуға болады. Кеткен келмейді, үйренгеннен кейін сол қызметте Құдай. Осы басшылық қызметтер сіздің шығармашылығыңызға кері әсерін тигізбей ме? Өйткені мына 90-шы жылдар біздің бала кезіміз есімде, сізді үнемі эфирден көретінбіз. Мына аман бол ағаларым болсын, үкілім ай, ата дәстүрі деген әндерді біз енді бала кезімізде айтып өстік. Сол әндерді күнде эфирден көретінбіз, тыңдайтынбыз, жаттап алып айтатынбыз. Бірақ 2000-шы жылдар осы басшылық қызметке кеткеннің әсері ау деймін, сіз көрінбей кеттіңіз. Ол да бар. Бірақ енді шығармашылық бәрі қатар жүреді. Жаңа әндерім көп, біраз нелерді енді. Бірақ мына қазір шын айту керек, жақында мен бір әңгіме болды. Мына Дейдіп қазір байқасаңыз, бізді қатар әншілерді негізгі жиі телевидениеге шақырады, съемкаға. Өзі сондай болып кетті. Сонда мен сұраймын, неге жоқ қазіргі осы жастарды рейтингпен сөйтіп біз шақырамыз. Енді мұна Россияға қараңдаршы, сол Газманов болсын, Лещенко болсын, бәрібір қатысады, Меладзе болсын, ол ана нелерге Даша, Маша демей, осыларды Егорка, білмей ғой енді соларды. Бәрібір шақырып жатыр ғой. Бізде ондай емес. Бізде тек қана Егоркалар шақырады. Жаңа сондай өзі таза вокалистер шақырады. Сосын бір жағынан бізде, мен ылғи айтам, қазір 2 классқа бөлініп кетті әншілердің. Таза әншілер, вокалистер. Өзі, олар санаулы, табиғат. Тойдың әншілер емес. И сосын орындаушылар. Орындаушылар өзі студияға барып, әйтеуір ол компьютерді мелодайын программа бар, кәдімгі дауысы мынандай қылып жібереді, шырылдатып. Сондай 2 лагерьге бөлініп кетті. Таза әншілер азайып қалды. Бірақ халық ажырата ма осыны? Соны ажыратпайды ғой, білмейді. Ол білмейді ғой енді. Телевизорден ананы тыңдайды, бәрі кәдімгі бір жаңа музыкалық дәрежеде шығып тұрады да. Өткенде телевизор динамик мынандай ғана. Одан енді тір дауысы мына жерде айтсам, ол ажырата аласың. Телевизорден ажырата алмайсың. Өткені бәрі бірдей. Өткені оны бәрін бірдей шығарады ғой. Ол енді акустиканың заңы ғой. Адамдар оны түсінбейді. Бір кезде асылы қайсы, жасыға қайсыны халық енді бір кезде ажыратар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де сіздің өнеріңізге деген, сіздің әндеріңізге деген халықтың махаббаты әлі күнге дейін өшкен жоқ деп ойлаймын. Әлі күнге дейін іздейді сізді, Бақтияр Тайлақбаевтың кім екенін. Іздейді. Көшеде, жан-жақта неге көрінбей кеттіңіз, неге біз өнеріңізді ұнатамыз, сіздің дауысыңыз ерекше деп сондай әңгімелі естеймін. Бірақ концертті ұйымдастыру қиындау. Қазір енді шамалы ұйымдастыруды стилі басқа болып кетті. Мысалы, бір жаққа келсең, билетті да сату қиын. Өйткені анау шамалы, біз енді онша рейтинг төмен болып кетті ғой. Аналардың жоғары, олардан жаңа концерт береді. Біздің билет сату қиындау болды.
Ол өкіметтен көмек сұрасам, өкімет қашады одан. Вот сондай моменттер бар да. Қылғи айтам, мені депутатқа сайлаңдаршы, мен өнер жағынан көп заңдарды шығаратын едім да. Сіз болса басшылық қызметте жүрсіз, депутатқа түсу ойыңызда жоқ па айтпақшы? Ой бар, бірақ оны білмеймін, бізде көбісі депутатқа түсу үшін қалта керек деп айтады ғой. Өйткені оның несі жұмысы көп қой енді. Шығару, реклама. Кім біледі, мүмкін келердің шығармыз енді. Болуы да мүмкін. Әлі жүрек бар, аяқ бар, бас бар, қол бар деген сияқты. Көзқарас бар, білім бар, түсінушілік бар, ажырататын дүние бар. Мына жерде мысалы мен бірінші заңдарды шығарар едім, қазір бишілер бар ғой. Баяғы совет заманда олар 20 жыл кәсіптік деңгейде қызмет жасағанда мемлекеттік енді ансамбль дейді ғой, салтанат сияқты, гүлдер сияқты, оперный театр 20 жылдан кейін олар пенсия алу керек. Қазір 58-ге әйел адам билеуге енді қалай ол сұмдық қой. Вот совет заманда ол заң болды. Сосын вокалисті таза оперный, жаңа кәдімгі шын дауыспен айтатын вокалистерді 25 жыл болды. Содан пенсияға шығады. Қазір ол жоқ. Мысалы осындай нәрселерді. Айтпақшы, сіз өз Алматыда ең алғашқы студия ашқан екенсіз, иә? Иә. Қазіргі уақытта осындай бір продюсерлік дүниелермен студия. Жоқ, орталық бар, иә, Гүлдер дейтін орталық бар. Мен Гүлдердің атына сақтап алдым, иә. Кәдімгі жаңа бренд атты сияқты. Қоғамдық бірлестік ретінде. Ол бар, сол жерде вокал, би сабақ беріледі. Қазір енді Астанда қазақ концерт, Ақтоты Райымқұлова, Гүлдер қазақ концертті ашыпты, топ, би топ. Мен бірақ сол Гүлдерді қайтадан коллектив, жеке коллектив деп армандап жүретін. Кезіндегі. Өйткені ол Гүлдерді жоғалтқан ол обал деймін, күнәһарлық. Неге десеңіз, Гүлдер ол бренд қой. Сол 50 жылға келіп, ол алтыда Гүлдерді құрт жерді. Арыстан Мұхамеди министріміз жауып тастады. Соның кезеңінде жоқ. Иә, ол дұрыс емес. Соның нәрсені мен әлі де кешімін. Өйткені бәріміз Гүлдерден шықтық. Мен енді Гүлдердің өзі жарымды таптым, отбасымды құрдым. Мен үшін Гүлдер ол отаным. Мен бұлағым. Ол мен үшін өте қасиетті дүние. Соған әліге дейін жүрегім орады. Осы коллективті ұстау керек. Қарасаңызшы, мысалы Өзбекстанды алайық. Бахор бар. Россияда Моисеев, Березка, ол коллективті өкімет қаншама қаражат әліге дейін бүкіл деңгейде ұстап тұрды. Бізде алтыда. Бізде енді ондай, мысалы әншілерді мейлі алмаққа, би жағынан ерекше, қыздардың би коллективі ерекше Гүлдер болды. Соны құртпау керек еді. Балаларыңыздың ішінде сіздің таяғыңызды ұстап жолыңызды қуғандары бар ма? Бір жылдары Санжар деген ұлыңызбен Ақтілек деген әке мен баланың арасындағы әңгіме тәрізді ән шыққан еді. Бірақ бұның жалғасы болмады. Олым мен ол Австралияда, Эрнст энд Янг дейтін компанияда, ол өзі финансист. Бизнес жағынан сол жақта қазір қызметті жақсы. Үшінші адам болды ол соның компанияның, үшінші директор. Осы 6 жылда өсті. Өте сондай. Енді әр адам өзін бір нәрсеге қызығады, сол өзінің жолын тапты. Мен ешқашанда бүйтіп балдарды бүйтіп сүйреп, жүр сен ән айтасың, жараны сүйреп. Мен негізі адамның өзінің талабына қараймын. Менде де өзім солай болған. Әкем бұлай сүйреді, жоқ сен артист бол, құрылысшы боласың, артист болмайсың. Әртістер ол кәдімгі бір әйелін ажап кетей, екінші әйел алады анау. Жоқ, әке көресің дедім. Мен ондай болмайын, бәрібір өзім несіне жетемін деп маған айтқан, мен саған 2 жыл берем. 2 жылда қайтып келмесең, мен ары қарай сені қолдамаймын деп. Мен кәдімгі намыстан әке көресің дедім. Мен өзім жетемін, өзім дәлелдеймін деп деген сияқты. Сол Алматыға мынандай спорт сумкаға ғана келгем. Құдайға шүкір, қазір үйіміз бар, жеріміз де бар, қызметіміз бар, отбасымыз да бар. Бақтияр Тайлақбаев деген атыңыз бар. Өз еңбегімізде соның бәрін таптық. Жақсы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Әлі біраз ойларымды айтқан жоқпын. Жақсы, рахмет мына хабарыңызға шақырғаныңызға. Хабарыңыз мына тыңдармандардың көрерменнің көңілінен шықсын.
өйткені шынымен де осындай хабарлар керек. Жақсы, рахмет. Сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.